Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге керемет сметанный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Осы дайындалу жолын сіздер де осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде сіздер де осылай болып керемет болып шығады. Және де дәмі деген керемет тілі үйреді. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментарий жазыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындау үшін бізге ұн керек 250 грамм, сары май 150 грамм, 1 жұмыртқа, 100 грамм қантымыз және де қопсытқыш 1 шай қасық керек. Ең алдымен ұнымызды саламыз. Сары майымызды саламыз. Қопсытқышымызды саламыз. Әрі қарай қантымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап қолмен барлығын араластырамыз. Мінекей осындай керемет жұп-жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді тоңазытқышқа маечкаға салып 20 минутке, 15-20 минутке салып қоямын. Ал начинкасына бізге керек бірінші 500 граммдай қаймағымыз, 4 жұмыртқа және де 100 грамм сахар қантымыз қажет. Ал енді начинкасына бізге 20% магазиннің қаймағы 500 граммдай қажет, 4 жұмыртқамыз және де 100 граммдай қантымыз қажет. Ең алдымен біз қаймағымызды салып аламыз.
Қантымызды саламыз. Және 4 жұмыртқамызды саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен немесе қасықпен араластыруға болады. Мінекей барлығы бірікті. Енді бұны қоя тұрамыз. Мінекей формамызды алдық. Астына пергамент қағазын салдық. Және де тестамызды қазір екіге бөлеміз. Біреуін ортасына, және де екіншісін шеттерін жасаймыз. Ортасын жақсылап салып алдым қамырымды. Енді шеттерін жасаймын. Қамырымыз дайын. Енді ішіне начинкамызды құйып шығамыз. Мінекей барлығын салып алдық. Енді қызып тұрған духовкамызға 180 градуста 35-45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің сметана пирогымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Барлықтарыңызға міндетті түрде осы рецепті жасауларыңызға кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.